Баласына ойыншық түгілі бір нәски алып бермеген әкеміз біздің шығып алып. Қайырлы кеш оқырман. Шерхан мен Айгүл бүгін эфирде болған еді. Таныстықтары жайлы айтып, жақсы кездесулер болып жүргенін айтты. Шерхан болса Айгүлді қызғанып жүр екен. Бір күн эфирге келмегесін Расулмен қол ұстасып жүрме Айгүл деп сұрақ қойды. Айгүл болса Расулға сағат тағып жүрген екен. Соны көрген Шерхан кәдімгідей қызғанды. Ол былай тұрсын, эфирге болса Ботаның бір видеосын көрсеткен болатын. Әңгімелерінде қайта-қайта Бота мен баласын сөзге тиек еткен болатын. Оны естіп бүгін Бота өз парақшасына видео жүктеген болатын. Айтқаны, осы уақытқа дейін үндемедім. Бір емес, екі емес жететін шығар. Менің тілімді қышытпаңдар. Ит жоқ жерде шошқа үреді, үріп шаршамадыңдар ма? Баласына ойыншық түгілі, носки әпермеген әкесі ма? Мен мына сторисқа шықпасам болмай жатыр. 2-3 күннен бері үріп жатыр елдер. Енді айтарым сол жерде отырған екі кісіге. Күл боласыздар ма, бүл боласыздар ма? Маған келіп кетері жоқ. Мені және баламды әңгімелеріне қоспаңыздар. Өздерінде басқа әңгіме жоқ па? 2-3 күн үндемей жүрейінші дегенім, бірақ мынау болмайды. Баласына ойыншық түгілі бір нәски алып бермеген әкесі. Эфирге шығып алып, әке болып бір қарық қылып жатқандай әңгіме айтып отыр. Енді мені әңгімеге араластыратын болсаңдар, шындықпен кетемін. Мен шындықты айтамын деді. Қосылай бағдарламасы Ботаны шақырды. Енді Бота келе ме келмей ме алда көре жатармыз. Пікір өте көп, обычно ажырасқанда стресске әйгілі адамы түседі. Мен бұл жерде қатты стресске түскен Шерханды ғана көрдім. Емізулі баласын тастап шетелде қыдырып жүрген ақ Ботаны көрдім. Шерхан қашанғы жүре берсін енді. Қайғырып, ол да бақытты болуға лайықты ғой. Оны жерден алып жерге сала беріп керек емес. Ақ Бота туралы ол айтпайтында еді, қатысушылар өздері қоймай айта берді. Екеуінің таныстықтары туралы сұрамай тек Ботаны айта берді. Соңында Шерхан кінәлі болып қалды. Ақ Бота Шерханға емес қатысушыларға айтсын барып реніші болса. Шерхан бұл жерге келіп Ақ Ботаны бір ауыз жамандаған жоқ. Тек мінезіміз келмеді деді. Сөздің бәрін қатысушылар шығарып алып отыр. Ақ Бота келіп қырып жоям деп отырма, келсін көрейік не айтар екен. Осы жерде Новый годтағы эфирде көрдік қой. Сықсиған көзімен Шерханды менсінбей қарап отқаны. Сөйлеп жатса қолынан микрофонды жұлып алып өзінше. Вообще-то артын қазбалайтын болсақ, Ақ Бота осы қосылайыққа келгелі бір жақсы сөз ерген емес. Кезінде клубтағы видеолары шыққан болатын. Өмірі лохотрон ойнатып халықты алдап ақша істеп жүреді. Баласына да жақсы ана болып қарық қылып отыр деп ойламаймын. Кіп-кішкентай баласын шешесіне тастап шетелде жүрді қыдырып. Оған сондай өмір ұнайды. Шерханның үйін ауылдық жерді менсінбеді. Сөздің қысқасы. Сіз қалай ойлайсыз?